Ғарышқа ұшқан адамдар. 1961 жылы сәуір айында Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет адам баласы ғарышқа аттанды. Юрий Гагарин 1961 жылдың 12 сәуірінде ғарышқа сапар шеккен ең алғашқы адам. Ол Восток 1 ғарыш кемесімен жерді айналып шықты. Кеме жерді сағатына 28.000 километр жылдамдықпен айналды. 1963 жылы 16 маусымда Валентина Терешкова ғарышқа ұшты. Ол ғарышқа ұшқан ең алғашқы әйел еді. Ол да ғарышқа Байқоңыр ғарыш айлағынан Восток 6 ғарыш кемесімен ұшты. Терешкова жерді 48 рет айналып, ғарышта 3 күнге жуық уақыт болды. Тоқтар Әубәкіров, қазақтың тұңғыш ғарышкері, ұшқыш, Кеңес одағының батыры. Ол ғарышқа 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшты. Онда Арал аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде Арал үстіндегі тұзды шаң бурамасының таралуының ғарыштық суреттері жасалды. Тоқтар Әубәкіров Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, Қазақстанның ғарышкер ұшқышы атақтарына ие болып, Отан орденімен марапатталған. Оның ғарышта өткізген уақыты 7 күн 22 сағат 13 минут.